Salamatсыңдар ма? Балаңызға қазір қандай сабақ? Жарайсыздар. Олай болатын болса, балалар мақсаты, оқу мақсатымыз кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалай отырып, біз соларға таныстырылым бастыратын боламыз. Мүшесі келгенде анықтап алды. Оқиғаның соңынан Талғат бәрінен кешірім сұрады. Ол өз қателігін түсініп бәрінен кешірім сұрады. Жарайсың, отыра ғой. Бекетайдың әкесі қандай маман иесі? Бекетайдың әкесі комбайншы. Талғаттың әкесі ол тарих пәнінен мұғалім. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтпай келе жатқан дәстүрлі кәсіп. Қазақ халқы үшін тұрмау, әсіресе жылқы, ата кәсіптің негізгі өзегі болып саналады. Мал шаруашылығы ауыл өмірінің тірегі, елдің күнкөріс көзі және мәдениетінің ажырамас бөлігі. Балалар, біздің қазақтың аты тегі Түркілер. Түркілерге тегі кімдер балалар? Сақтар, ғұндар, түркілер. Балалар, енді қараңдаршы, біздің ата кәсібіміз қай кезден бастап дами бастады? 15 Ғасырға дейін, кімдерден басталды? Сақтардан басталды, Балалар, не істеді сақтар? Қандай шаруашылықпен айналысты? Не үйрете бастады балалар қолға балалар? Жылқы бағуды, және қой бағуды қолға үйрете бастады. Олай болатын болса, сендер көрген видеороликтен бастап, кестені толтырыңдар. Сендер ата кәсіп атаулар туралы не білесіңдер, және не білгілерің келеді. ББМ әдісі арқылы балалар тез толтырамыз. Малды көлік ретінде өнімдерін, балалар, тамақ ретінде пайдаланатын кімдер? Малдың қандай пайдасы бар бізге? Атпен машина болып жүруге Және сүті, дұрыс балалар. Қайық кеме жасайды, балық аулайды, ол кім? Балықшы, тамаша. Құрылысшы, жарайсыңдар балалар. Ал балалар, жарайсыңдар. Ақырыштың атасы Абырай Жағаевтың ізбасар інілерінің бірі Мақсұт Нұрылдаев. Ол бала кезінде әкесінің аузына халықтың қуанышы Сырдария өзеніндей тасыған екен. Ауылдықтағы күріш егетін жалғыз қарт кәрілік жеңіп, төсек тартып жатып қалыпты. Сонда әлгі ақсақал, мен асарымды асам, жасарымды жасадым. Асадамның арқауы деген ғой, ол еңбекпен дамылады. Арқауы болса мына етістік сөздерді пайдалана отырып, аңыздың мазмұны маған кім айтып береді? Кәне топпен. Бірінші, екінші топ. Бастайықшы. Ыбырай Жақаев еді. Олар қартайды. Олар табыс етпек болды. Сөйтіп олар табыс еткен.
Endi hozir biz birgacha o'tirib, juftasa o'tirib, aldaridagi bergan kessiya adisini so'roqlarga o'z javoblarini yozib qo'yadi. Kerakmi? Har bir keyfiyatni, harakatni senga sifatday o'tirib, bir balda o'z o'ylaringni durish yetkiza bersanglar, bir balda qanday yedi mekanning ati yozilsa, bir balni senga baholaydi bo'ladi. Al qani iski sat ballar kessini juft-juftlarini o'rinday qo'yadi. Жат қайтып тілім бәрін ұстаздың арқасында. Тамаша, сабан жасау, я айталай. Жиырма күн емес, қанша күн деді бізде? 20 күн, я? Айталай. Adam ағзасына күріш пайдалы. Күріштен көп тағамдар жасауға болады. Және күріш сулы жерлерде өседі. Тағам ретінде қолдануға болады. Жүгері денсаулыққа зор. Жүгеріні алтын дән деп атайды. Тамаша. Керек.
qopig'ida jupdan bo'lar ekan. Taxtdan emas qildi. Jupdan bo'lar ekan, ya. Onu da esga saqlaydi. Keling, taxtaga ilib qo'ya qo'yinglar, bolalar. Qasam. Tamam, birinchi to'playimizda Bizga biday turali o'ylamaydigan edi. Oltin darda oqibdi. Yerda biday kun nuruna balqib, bizga turali sizlasın. keling yoqlasinglar. Biz shundoq qurasizlar. Aysha o'qiymiz, qanday shundoq qurasizlar? Altın sürdü dalarda yer sıkasa girebilirdi. Nar Rahmet qildi. Sabah ayet qildi.